Сәлеметсіздер ме достар, Асылжан Қалмен YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз ән шығаратын жасанды интеллектке кеңінен, тереңінен кіретін боламыз. Яғни сөзін қалай шығарамыз, қалай ұйқасын әдемірек келтіреміз. Ақындар сияқты, Абай Құнанбаев жазған сияқты, Пушкин жазған сияқты, немесе қазіргі әншілердің текстінің стилінде қалай жазамыз, сол туралы текстін әдемілеп шығарамыз. Сосын оны ән қыламыз, стилін таңдау арқылы күшті-күшті қылып. Одан кейін оны мысалы әнді біз қалай сатамыз, қалай клиент табамыз, мысалы біз өзіміз қалай жасап жатырмыз, осымен біз қалай ақша тауып жатырмыз, соның бәрін еш жасырмай қазір әдемілеп тұрып түсіндіріп беретін боламын. Сіздер осы видеоны соңына дейін көретін болсаңыздар, сіздер де өте керемет ақпарат алып, осы арқылы сіздер де жұмыс жасап үйде отырып кішігірім ақша тапсаңыздар болады. Ал олай болса біз бастайық. Ән шығаратын жасанды интеллекттің аты Суно. Мінекей жоғары жақта жазылып тұр Суно деп. Мен мынаны былай жылжыта саламын қазір. Так, бізде Суно ән шығармас бұрын ең бірінші мынадан бастайық. Ең бірінші біз сөзін шығарамыз, әннің сөзін. Менде әннің сөзін шығаруға байланысты екі түрлі логика бар. Біріншісі әрине ChatGPT. ChatGPT туралы сабақтарды мен YouTube-қа салғанбыз. Қарап көріңіздер, немесе ChatGPT-ге былай кіріп, қазір де көрсетемін қалай кіру керек екенін. Дәл осылай жасасаңыздар да жеткілікті. ChatGPT деп осылай Google-ға жазғаннан кейін, телефонда приложениесі де бар ChatGPT-дің, если что. Кіреміз ChatGPT-ге. Кіргеннен кейін осы жерге өзіңізге керекті әнді сұрайсыз. Мысалы, так мен бүйте салайын. Айым дей салайыншы. Айым деген аруға арнап ән дей салайыншы. Ән шығарып берші дей салайын. Негізі бұл жақта логика, сұрақты барынша әдемі қойған сайын сізге әдемі ұйқасын келтіре береді. Әдемірек қылып. Еще бір рет шығарып бергеннен кейін сіз оған қанағаттанбаңыз. Кем дегенде 5 рет сұраңыз. Мысалы, маған шығарып берді қазір Айым деген ән. Қайырмасымен бірге әдемілеп шығарып берді. Маған мысалы бұл ұнамады. Мен тағы да бұдан да ұйқасын әдемірек қылып жасашы. Одан да әдемірек қылып істейді одан кейін. Немесе қайырмасын айым мынандай болсын, мынандай деп кәдімгі өзінің ұйқасында бір сөз болатын болса, соны жазсаңыз, примерно қайырмасы осылай бола берсін, бірақ куплетін өзгерт деген сияқты оған нақтырақ сұрақты қоя берген сайын ол адам сияқты әдемірек жаза береді. Түсінікті ғой, иә? Біріншісі осылай жаза берсеңіздер болады. Болмаса мен былай істей салатын кездерім болады. Кейде мен тиктокта прямой эфирге кірген кезде жұрттар осылай ән шығарып берші дейді. Сол кезде мен сразу ChatGPT-ге дұрыс жаза алмайтын тұғым, ол кезде түсінбейтін тұғым, логиканы қатты. И мен Google-ға жаза салатын тұғым. Мысалы, Google-ға просто жанар өлең деп жаза саламын да, жұрттардың, ақындардың шығарған бір куплет әндері болады ғой, өлеңдері. Соларды примерно тексттерін жазу арқылы солай да ән шығарып көргенмін. Олай да әдемі, жұрттардың шығарған әндерін, өлеңдерін ән қылып шығару деген сияқты. Бірақ енді ең кереметі ChatGPT кез келген тақырыпта, отанға қатысты, анаға қатысты, прикольный болсын, басқа болсын, любой тақырыпта сіз нақтырақ сұрағыңызды нақтырақ, әдемірек, ұзағырақ қойған сайын әдемірек шыға береді. Қаншама мен бизнес кәсіпкерлерге де шығарып бергем. Осы мегатехника, Айнуша дейтін бір теста сататын магазиндер, Самса Бро, бірдеңе Бро дейтін, осы маңайда болсын, басқа қаладан болсын, қаншама кәсіпкерлерге де ән шығарғанбыз. Бұл арқылы біз ақшаға да шығарамыз, былай да өзім кейде контент үшін де шығарамыз, тиктокқа, басқа жаққа. Ал ақша үшін шығарғанымызды, максимум бір 10-15 мың теңгеге шығарамыз. Минимум бір 1000 теңге, 2000 теңгеден бастап, 1000 теңге, 2000 теңгеден 5000 теңгелік, потом 10 мың теңгелік деген сияқты пакеттер бар. Жалпы солай шығарып жүр мен келіншегім, оны мен қазір келіншегіме үйретіп қойғанмын. Келіншегім осы арқылы жұмыс жасап ақша тауып жатыр. Қазір оның бәрін әдемілеп айтамын, қалай істеп жатыр, қанша тауып жатыр деген сияқты. Жалпы әннің сөзін осылай жасаймыз. Енді мысалы мақұл, маған бірінші ұнамай қалды. Мен тағы да ұйқасын дұрысташы деген сайын бұл одан да әдемірек жасай берді. Тағы да ұйқасын дұрысташы дей салайын. Одан кейін сіз бұл енді кәдімгі адам сияқты, адам болғанда да енді өте білімді, бәрін білет, ақындық деңгейде, басқа жағынан да өте мықты да бұл. Сен қалай сұрағыңды қойған сайын дұрыс сұрақ жасай береді. Так, мына жерде былай істеді: айым, сен аспанның нұрысың, жүрегіме жылулық ұлысың. Күлкің нәзік жұлдыздай жарқыра, жанындағы бір арман шуағың. Айым жарығымсың, өмірің мәнің мен бағымсың. Былай ұйқасын сәл келтірді. Мен былай іздеп көре салайыншы. Так, мысалы, Садраддиннің мелодрама мелодрама деген әні
әнінің стиліне келтірші дейсің ше. Былай келтір, стиліне келтір. Стиліне келтірші. Деп көрші қалай істейді екен. Қарашы түнгі аспан тыныш, жұлдыздар жарқырайды бір сыр шуағым, мәңгілік нұр, айым, айым сезім оты, жүрегімнің шексіз жолы. Екіншісін көре салайын. Көңілімде сақталған жан сырым, арманым бір арманым. Жан сырым. Так, екіншісін алайық. Екіншісі нормально екен. И қайырмасына қарай, ну енді сіз түсініп тұрсыз ғой, енді әдемірек істеген сайын өзіңіздің ақындық қабілетіңіз бар болатын болса, мүлдем жақсы. Так, мен былай істей салайын, тағы да бір қоса салайын. Қайырмасын былай басташы. Айым, 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 айымым болмасын, болмасын еш уайымың. Деп дей салайыншы. Түсіне ме екен? Қайырмасы айым, айым, айымым болмасын еш уайымың. Сенің күлкің шуағым. Тағы да әдемірек. Ұйқастыр. Сосын сіз болған андай қылып жазған сайын әдемірек болады. Срочно керек болып тұр, маған өте маңызды болып тұр, осыны жасашы, немесе осындай деңгейде жасашы деген сияқты жазсаңыз әдемірек шығады. Әдемірек ұйқастыр, кәсіби ақын деңгейінде дейші. Деп қоя салайын. Жалпы ары қарай өзіңіз одан сайын тағы да сұраған сайын әдемірек шыға береді. Енді ойын ұзақ отыра бермей ақ қояйық. Жалпы логика түсінікті, иә. ChatGPT арқылы біз әннің сөзін аламыз. Енді әннің сөзі дайын дейік. Әннің сөзі дайын болғаннан кейін біз оны ән қылуымыз керек. Яғни суноға кіреміз. Суно деп былай Google-ға жазсаңыздар, қазір телефонға приложениестер шыққан, жүктеп алсаңыздар болады. Суноға кіресіздер, компьютермен былай Google-мен кіріп кетсеңіздер де кіре береді. Приложение жүктемей ақ сайт қылып кірсеңіздер де болады. Кіресіздер, кірген кезде мінекей осындай бет сізде ашылады. Мынандай так. Мінекей дом создавать, мынау енді орысша болып шығып тұр, сіздерде ағылшынша шығып тұруы мүмкін. Мысалы мен переводчикті басып орысша қылып қойдым да, мысалы ағылшынша негізі былай create home деп осылай жазылып тұрады. Но енді өзіңіз білесіз, сіздерде жоғары телефонда енді жоғары жақта переводчик көрініп тұра ма білмеймін, компьютерде көрініп тұрады әйтеуір осылай. Соны басу арқылы өзгертсеңіздер болады. Бұл жерде енді бір қаншама нелеріне кірудің қажеті жоқ, бір екі жұмысын түсінсеңіз жеткілікті. Оның өзін мына жерде қаншама кнопкалар тұр, керек емес. Платный, бесплатный деп бөлінеді. Дұрыс, ол белгілі. Ол енді бесплатный, платный түрлерін айтамын. Бірінші сіздер мына нәрсені түсініп алыңыздар. Мінекей создавать дегенге кіресіз, create деп жазылып тұрады ағылшынша. Осыған кіресіз де жасайтын жұмысыңыз андай қатты ауыр қылып қабылдаудың қажеті жоқ деп жатқаным ғой. Осылай кіресіз, кіргеннен кейін мінекей мына жоғары жақта мына обучай дегенді қосып қойыңыз. Әйтпесе өшіп тұратын болса, мынандай болып шығып тұрады сіздерде. 200 ғана әріп сияды деп көрініп тұрады осылай экранда. Сізге 200 емес, одан да көп әріп сыйғаны дұрыс, өйткені сізде өлең сөз көп қой мысалы. Қосасыз, обучай дегенді қосып қоясыз, и мына жерде енді 300 әріпке дейін сияды деп тұр. Енді өзіңіздің текстін жаза беріңіз, қалаған текстіңіз. Текст мына жақтан ала салайын. Айым сансырым бірдеңеде бірдеңе. Мысалы, мынау мақұл, былай ала салайыншы. Бірақ куплетін ала салайын, или екі куплет те мақұл. Копировать етіп алайын да, и суноға кіремін, и мына жерге мен текстті қоямын, ставить етемін, мінекей, қойылды. Ортада бірінші деген тапсырып салайын, керек емес, маған қайырмасын, болса жеткілікті. Бірінші куплет, екі қайырмасы, екінші куплет. Түсінікті қоя, өзгертетін жерін өзгертесіз, жасайтын нәрсені жасайсыз. Текст қоятын жер бірінші, екінші астында стиль музыки деп тұр, стилін жазасыз. Үшінші әннің атын жазасыз, мінекей. Заголовок деген жерге әннің аты. Болды, осы үшеуін жазсаңыз жеткілікті сізге. Андай қиын қылып қабылдаудың қажеті жоқ. Телефонмен кірсеңіз де жасалады, компьютермен кірсеңіз де жасалады. Болмаса сіз мына жерде загрузка аудио деп тұр. Соны басу арқылы өзіңіздің аудионызды жіберсеңіз де болады. Бірақ ол бесплатныйында
сіздің даусыңызбен әнді қойып бере алмайды. Платныйларында бар деп естідім, бірақ платный мен қолданбағанмын. Мен бесплатныймен жасау арқылы біз жұмыс жасап жатырмыз. Сол арқылы клиенттер тауып, соның өзімен жұмыс жасап жатырмыз да. Ал платный түрлерін істесеңіз, ол жақта енді әрине ол күрделі и одан да тереңірек қызықты нәрсе бар деген сөз. Қазір оны да көрсетемін. Бірақ мен бесплатныйларында тек қана мысалы загрузка деген басу арқылы, мысалы диктофон деген басып қойып, ла 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 деп, мысалы, немесе айым бекен ай күнім бекен ай деген сияқты бір әнді айта салдым да, и ол звукты пайдалана отырып примерно әннің стилін соған қарай келтіруі мүмкін. Шамалы ұлдың дауысы болса сол ұлдың дауысына қарай келтіруі мүмкін деген сияқты шамалы шамалы былай қосатыны бар. Әйтпесе менің дауысыммен әнді шығарып бере алмайды бесплатныйында. Түсінікті ғой, иә? Мысалы әннің ішінде, мысалы айым бекен ай болатын болса, музыканың ішінде кейде ана қайырмасына келген кезде тың 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 деп соның стиліне сәл сәл келтіріп жіберу мүмкіндігі бар да. Сондай жағынан. Ал андай жаңағыдай дауысты ол платныйларында бар деп естідім, но платныйлар мен қолданбағанмын. Түсінікті, иә? Әннің текстін жаздық, астына қарай кетеміз. Стиль дегенде менде де сіздер сияқты білім жоқ. Яғни музыкалық білім жоқ. Біз музыкалық білімі бар адамдар болса, мүлдем енді жарат деп ойлаймын. Аранжировка жасай алатындар, әнмен жұмыс жасағандар, ондайларға мүлдем қызық. Мынау енді бұны енді жалпы әркім әртүрлі пайдалана береді. Қазір оны пайдалану жақтарын айтамын. Если что, музыкалық білімдері бар кісілерге бұл әдемі көмектеседі. Енді менің өзімнің басымда бір шамалы бір екі нәрселер бар, білет дегенде де бір ол білім ба, ол білім емес па, әлде жалпы естіп жүрген нәрсе болғаннан кейін ба. Мысалы маған позитивный бір музыкалар керек болса, жаза беремін мен. Позитивный деп те жаза берсем болады, орысша аударып қойсаң позитивный, немесе рэп, қазақша текстте, мысалы қазақша емес енді орысша текстте жаза берсеңіз болады. Енді мен андай шамалы діккіс деген сияқты бірдеңелер қосатын болсам, дэнс диско деген сияқтыларды жазамын. Енді ол логичный нәрсе да. Енді дэнс диско, рэп керек болса рэп деп жазамын. Медляк сияқты андай баяу ән керек болса пианино, лирика, классика деген сияқты стильдерді жазып қоямын да өзім. Болмаса астың жағында өзі де көрсетіп тұрған, қараңыздар, біреуін жазсаң примерно сізге ары қарай жалғастырып кете береді. Мысалы рэп дегенді бастаңыз, дальше рэпке керекті стильдерді өзі астына шығарып бере береді, примерно рэпке керекті стильдер. Рэп, поп деген бар, ондай поп деген, білмеймін енді, корейский стильде келетін нәрсе ма деп ары қарай мынау деп таңдап кете берсеңіз өзі қосылып кете береді. Болмаса өзіңіздің орысша болатын болса орысша да жаза беріңіз. Болмаса гитара деп былай жаза беруге болады, кәдімгі гитара деген арасында мысалы гитараның звугы қосылса, тағы не қосамыз, үтірмен жазып кете бересіз. Гитара, поп, менің өзім білетінім осы поп пен гитараны постоянно осы екеуін қолданамын. Әдемі бір күшті стильде шығады. Поп, тағы не қосасыз ары қарай, неше түрлі нәрсені өзіңіздің фантазияңызбен құрай берсеңіз болады. И еще мынандай қылып ChatGPT арқылы да сіз аккорд дедім ғой, жаңағы стильдерді, музыканың стильдерін таба бересіз. Мына жерге мысалы жазсаңыз шығарып береді сізге. Мысалы жаңағы Садрадидің мелодрама әнінің маған аранжировкаға арналған стилін жазып бер десең, бас бірдеңе, аспап бірдеңе деп полный четко жазып береді. Соны аранжировкаға барып жаңағы жерге қоя салсаңыз да болады. ChatGPT деген енді жаңа айтқандай ғой, сіздің ойлауыңыз, қиялыңыздағы сонымен ғана шектеліп қалмаңыз. Ол жерде кең нәрсе, ол любой темаға кете береді. Мен гитара тарта алмаймын да, гитара тартатын болсам да ол ChatGPT арқылы гитара тартып та үйреніп аламын да. Жалпы ол әркім әртүрлі пайдалана береді. Стиль таңдай салайық, гитара, поп, дальше ары қарай жазатын болсаң жаза бересіз. И әннің аты не еді мынау өзі? Айым, иә? Айым деген ән. Айым деп қоя салайын. Айым деймін да, и создать дегенді бастам. И все, осылай ән шығады. Маған қазір мына жерде астында бірден екі форматтан жібереді. Енді мынаны қараңыз, енді бесплатный, платный дегенге енді тоқталамыз. Бесплатныйда күніне 10 әнге дейін шығаруға болатын. Астында да шығарып тұрмын өзі, как раз міне 10 ән бесплатный деген сияқты. Күніне 10 ән. И бір жібергенде екеуден жібереді, сонда 5 рет қана жібере аласыз. Мысалы мен бір рет жібердім, уже айым деген екі ән кетті. Көрдіңіз ғой, иә? Тағы жіберсем уже 4 болады, 8, 6, 8 болады. Сонымен 5 рет жіберсем 10 болады. 18 күніне осындай ән. Ал платныйларында ол әртүрлі енді лимиттеріне байланысты 1500 ән, 2000 ән деген сияқты кете береді қазір. Енді мен не үшін платный сатып алмаймын? Өйткені менде бесплатный, менде аккаунт өте көп. Аккаунт деген енді Gmail аккаунт бар ғой, почта, ана жерде былай қойсаңызшы. Почтадан бассам, мына жақта аккаунт деген енді менде көп. Өзімде бір жағынан YouTube жүргіземін, басқаларында YouTube каналдарын жүргізіп беремін. Менің ноутбугымның ішінде де, компьютердің ішінде де жалпы аккаунттар көп. Әрқайсысы мен 10 ән шығарсам да, 10 адамдыкімен 100 ән шығамын ғой, былай қараса.
дәл осылай мен бір аккаунттан күніне 10 ән қолданып жасап кете беремін. Ну, екі аккаунт әрқайсымен 10-10-нан пайдалана беремін. Сізде де үйде мысалы әркімде телефон бар ғой, бір адамның өзінде бір почта бар, Gmail, телефонда өзі бір Gmail болады барлық телефонда. И сол арқылы сіз әркімдікін қосып алыңыз өзіңізге телефоныңызға. Менде мына телефонымның өзінде қаншама аккаунтта қосып алғам. Gmail'дың логин паролін жазсаңыз жеткілікті. И әр аккаунтпен шығып кіріп немесе уже бір кіргеннен кейін мен басқа аккаунт таңдасам, уже басқа аккаунтпен оннан шығарып кете беремін. Сол сияқты телефонмен де дәл солай жасай бересіздер. Күніне 10-нан дейін тегін бесплатныйлары. Ал платныйларында бір көрсете салайын. Платныйлар мына жерде мына кредит деген бассаңыз, 50 кредит деген үстін бассаңыз, осы жерде платный бесплатный түрлерін көрсетеді. Мінекей көрсетіп тұр. Мынау 10-нан дейін тегін деген, күніне 10-нан дейін тегін, $10 бар, айына 500 әнге дейін деп тұр. $30 бар, и ол 2000 әнге дейін деген сияқты көрсетіп тұр. 2000 әнге дейін. Одан бөлігін астында қаншама функциялар бар, неше түрлі, енді бәрін қолданып көрсеңіздер. Әрине ол платный версиялары одан да күштірек деген сөз. Бірақ мен бесплатныйдың өзімен де дәл осылай жасап жатырмыз. Мен келіншегіме үйреткен нәрсем осы екеуін ғана үйреттім мен. ChatGPT-ді үйреттім бірінші, екінші Suno-ны үйреттім. ChatGPT арқылы сен сөзін шығарасың, клиент жазса, сен сөзін шығарасың. И осыған ән шығарасың, и скачать етіп жібере бер. Қалай скачать етесіздер? Скачать ететін болсаңыздар, жанында 3 нүкте тұр. Мысалы, ана деген қасында 3 нүктені бассаңыз, осы жерде міне скачать деп жазылып тұр, скачать. Аудио или видео. Аудионы бассаңыз, аудиосы скачать етіледі. Міне жоғары жақта скачать етіліп тұр. Бассаңыз, уже аудиосы. Видео деген бассаңыз, видео жүктеледі, типа андай караоке сияқты текст форматта. Осылай ән несін скачать етіп, ары қарай ол телеграмға немесе ватсапқа жібере салады. Телеграмға кіреді, мысалы дейік те, телеграм болсын, немесе ватсапта да веб деп кіріп алсаңыздар болады. Осы жаққа жібере саламын, пожалуйста. Файл деген басамын да. Так, компьютердің ішінде загрузкада жаңағы бар ма? Қандай ән жүктедім жаңа? Анар деген жүктедім ба? И открыть деген бассам, мына жақтан болды, мына жаққа уже жіберілді. Потом оны поделиться етіп ватсапқа жібере беремін, болмаса клиентке жібере береміз, жалпы түсінікті. Енді клиентті қалай табамыз, и менің келіншегім бұл арқылы қалай ақша тауып отыр, қанша тауып отыр. Ең бірінші мен үйреткен күннің ертесіне ең бірінші күнінде 26 мың теңге тапқан. Ең біріншінде ол кезде 1000 теңгеден шығарады. Клиенттің барлығы негізі тиктоктан келіп жатыр, көбісі. Бірақ біз жан жақта чаттарға, басқа жаққа жіберіп жатырмыз, айтамын. Енді ең біріншінде солай 26 мың теңге тапты, ары қарай сол 30 мың теңге көтерілді, бит өсіп, ең потолок қойғаны бір айдың ішінде 1.370.000 ба, 300 бір мың теңге, 1.300.000 бірдеңе. Жалпы бір айдың ішінде тапқан ақша таза. Енді күніне сол 70-80 мың, 30 мың, 50 мың, средний 50 мың теңгеге дейін болып тұрды. Ол жерде де жаңа айтқандай әртүрлі чек болды. 1000 теңгелік пакет те болды. 1000 теңге деген жаңа осылай айым деген адамдардың есімдеріне ән шығаратын болса 1000 теңгеге шығарып бере салады. 5000 теңгелік деген жаңа туған күнге, біреуге арнау, ұзату, қыз сыны бірдеңе деген сияқты неше түрлі жаздыра береді мектептегілер ше. Соларға шығарып беру. Одан кейін жаңағы 10 мың теңгеліктер деген ол жаңағы магазиндер, осындай бір бизнес центрларға арналған, бизнеске арналған деген сияқты қаншама сондайларға шығаратындарға 10 мың теңге деп қойды. Қаншама бір әннің өзін 10 мың теңге шығарып бересің оларға. Дәл осылай жасады. Енді клиенттерді негізі біріншіден WhatsApp чаттарға жіберді. Осы айналадағы Алматының ішіндегі қандай чаттар бар? Енді көп чатқа қосылмаған, біз басында осы өзіміздің районымыздағы 1-2 чаттарға жіберді. И сол жақтан қаншама клиенттер келді. Магазиннен келді. Өзімде басында өзімде істеп көрсеткем. Өзімде істеп беріп отырмын да шамалы басында. Адам есімдеріне деген сияқты туған күндерге WhatsApp чаттан келді көп. Одан кейін өзінің статусына Instagram ашты, Instagram'a салып, видеоларды салып отты. WhatsApp статустарына, Instagram стористарына салды, таныстарына шығарып беріп, туған күндері болса соларға шығарып береді, олардың стористарына салдыртады мысалы, сондайлар болды. Блогерлерге шығарып, бесплатно шығарады да, Instagramға отметь етіп қояды. Олар өзіне отметь етіп, өздеріне алып алғаннан кейін олар кәдімгідей сондай қызық болды мысалы. Постқа салсаң да оларды соавтор қылып белгілесеңіз, жаңағы олар өздеріне алып кететіндер бар да, мысалы Қабдолға шығарған ән, Мейрамбекке дағы Ернайдарға деген сияқты әндер шығарып күшті өзіңізге салып соавтор қылып белгілеп қойсаңыз, олар өзіне алып кетсе, тоже екі жақта да көрініп тұрады да, екі аккаунтта да, ондайлар да бар. Бірақ бізде ең көп келген клиент TikTok болды. TikToктың өзіне де шығындалған жоқпыз, бізде вообще клиент жинауға ақша құртқан жоқпыз, тегін келді, бәрі тегін. Яғни көбісі TikToктан келді. TikTokта мен әнді саламын, яғни осылай әнді дайындап болғаннан кейін мен оны біріншіден осылай телефонмен түсіре саламын экранда.
мысалы айым деген таныстарыңыз болса, осы видеоны жіберіңіздер, өйткені жасанды интеллект айымдарға арналған ән шығарды деймін де, әнді қоямын, дікс 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 деп бітеді, потом комментарийға өзіңіздің атыңызды жазыңыз, мен де сізге арнап ән шығарамын деймін. Ана видеоден кәдімгі қырылып, кәдімгі просмотр жинайды, комментарийдің бәрі қырылады, и ол көп адамға көрінген сайын ол түсініп тұр ғой, примерно логика бойынша логичный өзі очередьпен шығаратын болсаң оған кезек келуі қиын да, мысалы бір комментарийдің өзі 2000-3000 адам жазып тастайды. ал без очередь шығарамын десеңіздер 1000 теңгеге 2000 теңгеге шығарыңыздар деп мен салып қоямын бір видеоны, и жаңағы тиктоктағы профильдегі ватсапқа сілтемесіне жазып кіріп в общем жаза береді, и солай 1000 теңгеден бастадық басын. Қазір уже жайменде қазір 3000 теңге 5000 теңге деп шығарады бір адамға, кімге шығарса да ең азы 3000 теңге 5000 теңге деп шығарады. Бірақ логика өте оңай и жұмысы да жеңіл. Жазасың, тырсып шығарады, қоясың, саласың, скачать етіп жібересің. Асып кетсе 5 минуттың ішінде бір ән шығып кетті ғой, былай қарасаң. Ал енді бұл жерде нақты андай логикамен ойланатын болсаң, әншілердің қасында енді мен көп жұмыс жасадым ғой. Ернар Айдармен жүрген кезде де ол кісілер ана бір әннің сөзін шығарғанның өзіне 100 000 теңге беретін тұғын. Ойлаңыз енді, ақынға 100 000 теңге кетті. Просто ыңылдап айтқан әннің өзіне 100 000 теңге кететін тұғын минимум. Сосын аранжировка, полный аранжировка істеуге 300 000 теңге примерно. Сосын жаңағы сводка, дауыс жазу бірдеңе бірдеңе, сонымен в общем 500 000 теңгеден жоғары кетеді ғой ақша. Ал енді сіз чат GPT арқылы негізі ақындардың стилінде өлеңдерді шығарта аласыз, түсініп тұрсыз ғой, абайдың стилінде шығарып бер, маған ұйқасын одан да күштірек қылып істеп бер, қазақстандағы мысалы ринат зайытты білесің ғой, сол сияқты стильде күшті қылып шығарып берші десең, соған байланысты қылып әдемі қылып шығарып бере бер. Бұл енді мықты ғой, енді барлық жағынан мықты, адамның деңгейінен мықты. Сол үшін де сөз мықты болып тұр. Әннің стилін енді сіздер қайта қайта тест жасап көресіздер, жаңағыдай мына стильді көресіздер, одан кейін мына стильді көресіздер, тойский стильді жасау үшін қалай, мысалы чат GPT-ден сұрайсыздар қандай стильдер бар екен тағы. Бәрін қойып көріңіздер күнде әртүрлі тест жасап, и потом ұнаған стилін жазып қойыңыздар, и сол стильде контенттер көп жасаңыздар. И контент жасау деген енді бесплатный ғой, енді бесплатный таргет, бесплатный реклама. тиктоктың өзіне ешқандай ақша құртып жатқан жоқпыз. Каждый видео салған сайын ол кем дегенде 100 000-нан бастап миллион просмотрға дейін болып жатыр. Ойлаңыз енді, миллион просмотрдан хотя бы 10% емес, хотя бы бір проценті сізден сатып алса, миллионның 1% қанша болды? 1000 ба? Қанша? 1000 дегеннің өзінде 1000 ба или 10 000 шығар, иә? 1000 адам сатып алды дегеннің өзінде де, оған 1000 адамға 1000 теңгеден қойғанның өзінде былай қарасаң миллион теңге да. Ал енді сіз оның бәрі жаңағы 1000 теңге қоймайсыз ғой, 3000 теңгелік пакет бар, 10 000 теңгелік пакет бар деген сияқты жасай бересіздер. Оны өзіңіз енді бағасын қымбаттатқан сайын қымбат қоя бересіздер. Жаңа айтқан 500 000 теңгеге құртқанға қарағанда 5-10 000 теңге құрта салған әлдеқайда жақсы. Одан кейін мен баяғыда осы ВК-да ән шығаратын бар тұғын, кішігірім бір типа тексттер шығаратын тұғын студент кезінде. И солардың бәрін стиль алдым да осы суноға қойып, потом тикток арқылы ол әнді сатып жүрген кездерімде болған. Қаншама, кем дегенде 10-15 000 теңгеге саттым. По идее былай қарасаң ән сатуға да болады екен да. Осылай просто жұрттар заказ келмей ақ, сіз просто дайын әнді сата берсеңіздер болады. чат GPT-ге жазасыз, текст дайын, 10 шақты ән шығарып тастайсыз, күшті шыққандарды тиктокқа саласыз, мына ән сатылады, пожалуйста. Жұрттар қырылып жазады, қаншама адамдар менен сөйтіп алған, 10-15 000 теңгеден бастап. И осылай жасадық. Жаңа айтқандай потологы ең көбі именно осы ән шығарумен 1 300 000 үстінде шығарғанбыз. 1 миллион. Ну, әдемі, 1 миллион болмаса да, хотя бы бір 500 000 теңгені айына смело шығаруға болады. Оны үйде отырған кез келген адам асықпай отырып, контентке жақын болсаңыздар, контентке жақын болған сайын жақсы ол. Наоборот, көбірек клиент келеді, көбірек ақша келеді. Сол үшін де дәл осылай жасаңыздар. Онда бұл әндерді минусовка қылып жасауға да болады. Минусовканы мына суноның ішінде жасамайсыздар, басқа искусственный интеллекттер бар. Яғни осы әнді минусовка қылып жасап беретін болсаңыздар, тоже үлкенірек ақша алуға болады. Мысалы ән сатылады дегеннен кейін мен оған дайын күйінде жіберемін ғой, ол өзіне аранжировка істетіп алып жасайды ғой мысалы. Ал мен оған минусовкасымен бірге жіберемін десең, кәдімгідей одан да қырылып алуы мүмкін. Ал минусовканы қалай жасауға болады? Оны енді келесі видеоға қалдырайық, өйткені мынаның өзі ұзақ видео болып кетті. Келесі басқа осы видеоның соңында қазір шығарады. Сол жерде қалай осы әнді біз минусовка қылып, немесе тек қана вокалын алуға болады деген сияқты оларға тереңінен тоқталатын боламыз. Ал олай болса, бұл видео пайдалы болды деп ойлаймын. Сол үшін де осыған лайк басыңыздар, көбірек адам көрсін, поделиться етіп өзіңіздің танысыңызға жіберіңіз, қоңыраушаны міндетті түрде басып қойыңыз, өйткені бізде күнделікті видео салынады, и сізге бірінші болып хабарлама келетін болады. Және де комментарийға жазып отырыңыздар, бізде әр видеоның соңында сыйлықтар болады, білесіздер. Сол үшін де описанияны оқыңыздар, закрепленный комментарийді оқыңыздар, сыйлықтар сіздерге берілетін болады. Комментарийда үздік комментарий деген сияқты соларға өзіміздің сыйлығымыз бар. Ал олай болса, видеоның соңына жеттік. Сау саламатта болыңыздар.